Ассалаумалейкум баршаңызға, құрметті Атырау тұрғындары, Атырау әуесқой балықшылары және кәсіпқой балықшылар. Соңғы кезде мынандай бір жоба ұсынылып жатыр, яғни Жайық өзенінен балық аулауға 3 жылға мораторий жариялау керек деп. Бұны біздегі ғылыми зерттеу орталығының жасап жатқан тірлігі. Яғни Жайық өзенінде балық жоқ, сол себепті мораторий жарияласақ 3 жылға Жайықта балық көбейеді дейдіміз. Енді бұны қаншалықты зерттеп айтып жатқанын білмеймін, но бірақ дегенмен де енді бұл жерде келіспейтін жайттар бар. Мәселен, осыны айтпастан бұрын айтып өтейін, қызыл балық ауламауға 7 жылға мораторий жариялады. Ал сол қызыл балықты қаншама бекіре шабақтарын жіберді, бәленбай тонналап жіберді, бәленбай штук миллиондап жіберді. Ал біздің жайығымызда қазір қызыл балық секіріп тулап жатыр ма екен? Соны ескерсін, осы наука дейтін бар ғой. Соны ескерсін. Кім ұстап жатыр қазір қызыл балықты? Ешкім де ұстай алмайды, потому что жоқ та, балық жоқ қой, қызыл балық деген. 7 жыл болды мораторий жариялағаны. Ал біз 3 жылда көбейтеміз дейміз, бірақ ол 3 жылда көбеймейді. Және де айтайық, егер мораторий жариялайтын болса, онда дамбының халқы 70-80% осы балықпен күн көріп отыр, семьясын осы балықпен асырап отыр. Бұлардың жеп отқан тамақтарын қиып тастайды. Сонда қалай күн көреді бұл халық? Айтыңыздаршы. Бұл науканың істеп отқандары. Дамбының 70-80% осы балық асырап, балықпен семьясын күнелтіп, осы балықтың арқасында отыр. Ал ертең бұны балықты ауламайтын қылып тастаса, онда қалай күн көреді? Тағы бір себеп. Мораторий жарияламауға балықтардың тізімдерін айтайын, 5 балық кіреді. Соның ішіндегі сазан, шортан, жайын, сыла, көксерке. Осы 5 балық. Енді қазір өздеріңіз көріңіздер, ойлаңыздар. Мораторий жариялаған қызыл балыққа, қазір қызыл балықты бір ұстайтын болса, олар қылмыскер, оларға бәленбай миллионды әкеліп тығады штрафты, оларды қамайды, соттайды. Ал енді мораторий жариялағаннан кейін осы жоба ертең заң жүзінде бекітілетін болса, онда сазан ұстаған адам ол қылмыскер болады, ол штраф төлейді, оны соттайды. Көрдіңіздер ме? Біздің жайықтан не то что қызыл балық, сазан ауламауға болады. Сондай заң қабылданып тұр. Көрдіңіздер ме? Көксеркелер, тіпті басқалар бұлай тұрсын. Енді жайынға биыл мораторий жариялады. 1 жылға, жайын мен шортан екеуіне. Сонда наука айтады дейді. Біздің жайығымыздың астында якобы 4 тонны жайын бар, оған тиіспеу керек. Солар 4 тонны көбейіп, 1 жылда әйтеуір ептеп кетер дейді. Сон 4 тоннаны қайдан көрді, айтыңыздар шал. Қайдан шығарып отқан заң бұл деген? 4 тоннаны қалай көріп тұр, олар не? Балгер бақсы, ясновидящий ма сонда барып 4 тонна жатыр екен. Олардың өздері де шатасады. Сонда қайдан көріп тұр 4 тоннаны, айтыңыздар, мен түсінбеймін да бұған. Жақсы, жайын бұлай тұрсын, жариялады ғой 1 жыл, жақсы үндемедік. Енді шортанды кім көрді жайықта? Мына көріп жүр, жігіттер аулап жүр ғой, жоғардан, неден, төменнен. Ал солардың қармақтарына шортан түсіп жатыр ма екен? Сеткілеріне шортан бар ма екен? Шортан мүлдем жоқ. Оған неге мораторий жариялайды? Тіпті жариялай берсін баяғыдан. Тіпті ауламай-ақ та қояйық шортан. Жайықта и такта шортан жоқ. Бірақ соны ақылға сыймайды ғой, шортанға мораторий жариялады дегенге. Түсінбеймін де осыларды. Енді көріңіздер, бұның арты жақсылыққа апармайды. Семьясын асырап отқан қарапайым осы дамбының жігіттері ертең бұлардың жеп отқан наннан айырып тастайын деп отыр. Тіпті сазан ұстаған үшін. Және де оны алады да, оны ұстағасын соттайды, қамайды. Бұл жақсылыққа апармайды.
Бұны ойлану керек. Үлкен мәселе бұны. Мен өзім әуесқоймын, бірақ кәсіпқойлармен де біргемін. Жаным ашиды. Тамбының халқы керемет баяғыдан бері балық аулап жатыр. Солар байып кетті дейсің бе? Олар келім зәулім сарай үйде тұрады дейсің бе? Олар жақсы күшті джип мінеді дейсің бе сол балықшы болғанына? Жоқ. Әйтеуір күнелтіп жатыр осы балықпен азды көптің тірлігін жасап. Сол себепті мына мораторий дейтін нәрсені вообще қою керек. Мораторий жарияласын. Тогда, когда вообще плотина салып тастасын жайықта. Жайық пен Каспийдің екеуінің сағасы ажырап кетейін тұр. Мораториядан бұрын балық жоқ деп айтып жатыр ғой, ә? Балық қайдан жоқ? Ең бірінші себеп осы мына жайық пен Каспийдің қосылатын теңіздің екеуінің ортасында өзектер бар ғой, екеуінің қосылатын жеріндегі. Вот соларды қазу керек болды. Содан ғана балық кірмей жатыр. Басқа түк те жоқ. Бұл жерде балықшылар әкеліп қырып атқан ештеңесі жоқ. Тонналап аулап. Жоқ, одан емес. Өзектің тамақ бітеу, балық кірмейді. Жабық тұр, кірмейді. Болды. Өзіміз көрдік қой, өздеріңіз де көрдіңіздер. Қалай кіреді одан кейін? Одан кейін балық кірмейді. Соны ең бірінші себеп, нағыз себеп міне осы. Осыны основаға ұстап, осыған жұмыс жасау керек. Теңізбен жайықтың екеуі қосылатын сағасын қазу керек. Сосын қара айту керек. Балық жоқ деп. Қазбай ма, онда әңгімені айтпай ақ қойсын. Балық жоқ жайықта деп. Жайықта итакта балық жоқ. Биыл 4 метр 20 сантиметрге көтерілді жайықтың деңгейі. Бірақ балық жоқ. Өйткені Каспий қашып кетті. Жайық оны қуап, оны жайық қанша құйғанмен де Каспий қашып кетті. Қуып жете алмайды оны. Құя алмайды, толтыра алмайды. Сол себепті тамақ бітеліп жатыр. Қанша көтеріле берсін, бірақ тамақ, тобықтан келетін су, одан балық кіре алмайды. Ең бірінші осымен күресу керек. Жайықта мораторий жариялағанша. Сол себепті осындай жаңалық, осындай қауесеттер шығып жатыр. Жалпы бұл жоба ретінде ұсынылып жатыр. Бұл енді заң жүзінде қабылдауына жалпы мен өз басым қарсымын. Мен осыдан 2-3 жыл бұрын жаздым. Бұл жайық пен теңіздің екеуінің ортасы егер ажырап кетейін тұр. Ажырап кететін себебі биылда көрдіңіздер өздеріңіз. Екеуі бөлініп қалады. Ал бізге бұл жерде су, яғни тіршіліксіз, сусыз тіршілік жоқ. Плотина салсын, жайығымыз толтырсын. Ана субсидия бөлініп жатыр ғой қазір мәлуға сұрауға. Әкелсін де жайыққа жіберсін. Міне, сосын ғана көбейтеміз балықты. Басқа бұл жерде тақырып жоқ ешқандайда. Ол қанша толтырам дегенмен Каспийін кете береді, балығың болмайды енді. Ендігі балық енді болмайды. Өзектерді қазбаса болмайды. Осы жігіттер менің айтпағым. Бұл жерде менің жаным ашып отыр, өйткені бұның арты жақсылыққа апармайды. Қарапайым халықты алады да ертең соттайды, қамайды. Итакта қазірде көріп отыр. Тіпті сазан жей алмай қаламыз. Бар балығымыз ертең қазірдің өзінде Россиядан келіп отыр. Ептеп әйтеуір жайықтан да келіп отыр. Бірақ ертең ол балықтардың бағалары шарықтап кетеді. Тіпті қуырмашқа, тіпті сазанда таба алмай қаламыз, шыны керек. Сол себепті мен өз басым пікірімді айтып өтейін, мен қарсымын бұған.